Жарымыш ауылы ғой енді бұл енді бірінші мәселе осы. Судан қорлық көріп жатырмыз. Мына 2000 жылы үкімет тарағаннан бері қарата осы ауылымыздың көшесінің бәрін түгел 3 рет қазып тұр. Бірақ енді сол біз үшеуінен де осы қазірде қазып жатыр, соңғы 3-ші рет. Бірақ оған біз әлде сеніп жатқан жоқпыз да. Бізде су мәселесі өзі не болып тұр да сондай. Кезінде баяғы Союздың уақытында мына жерде не қазылған, үлкен жаңағы жер асты тұршаткысы тұр, содан келіп тұрған су бізге бұйырмады, сол осы үкімет кеткеннен бері. Содан водовоз бен жүріп жаңағы қымбатшылық, арзан су жоқ қазір енді былай қарағанда. Сосын енді сондай қораланып тұрған бұл жерде Жарымышта дейтін не көп. Ең кішкентай связі, көшеде свет жоқ. Мысалға балдардың салып қойған зданиялар бар, спорт залдары, анау-мынау деген бірдемелер салып қойып жатқандар бар, жігіттер осындай. Тона Жарымышта кіре беріс жердегі жердің бәрін істеп жүрген осы ауылдың балдары. Үкіметтен ешқандай бізге бәлендей не болған жоқ. Енді осы сондай қоралау. Көшеде өткенде қазып кеткеннен кейін жолдың бары жаман асфальтымыз бар еді, оның бәрін түгел топырақ күйіп кетті бұл. Үйге кіріп жатыр топырақ, машина өткен сайын мысалы. Қордаланған мәселе тіпті көп бұл жерде, айта берсең тіпті айтатыны жоқ енді, оның бәлен түген дейтін жоқ. Осы балалар осы өткенде бір жазып осы ашынған халық қой енді, ол енді сусыз өмірің жоқ. Бірінші мәселе судан бастап қозғалып кетті. Бұны енді бұндай әңгімені ешкім айтып жатқан жоқ бұл ауылда. Бұл ауылдың енді адамдары біз енді басқа совхозға қарасаң, сулар үйдің алдына дейін кіріп тұр. Кәдімгі колонкамен келіп тұр. Ал енді сондай жағдайлар болып тұр біздерде де көп. Енді бұл шаруашылық дейтін мәселе бар. Бұл жерде енді біз қазақ болғаннан кейін тәуелдіміз. Қазақ болғаннан кейін мал ұстаймыз қораға. Қораға мал ұстаймыз. Ал бұл малымыз дейтін былай жайылады, бір бетке қаратып. Мына бетімізде асфальт тұр. Асфальтты кезінде әкімшіліктердің не бітіргенін білмеймін. Бұл жол ашық. Бұл жерде енді мал өтіп жатыр. Адамдарға дейін өліп жатыр малға соғып. Енді ол мал болғаннан кейін мал ғой енді. Оған енді кінәлі енді негізінде шопырлар біздер ғой мысалы енді. Оның бәрін түгел оның ақшасында төлеп те жатқандар бар, төлемей жатқандар бар. Әртүрлі заңды, әркім әртүрлі заң шығарып алады да, айта береді, сол енді жүре береміз сөйтіп. Ал енді оның кезінде ана бір ызғырит жасап, әлгі өткел жасап бір-екі жерден бір әуелде ешкім ешқандай ойламаған оны. Ешкім. Енді әбден әдем әртүрлі жағдай болғаннан кейін сол уақытта мынандай болмады деген әңгімелер айтылып жатады. Бірақ енді оның бәрі өтіп кеткен зат та. Енді сусыз өмір жоқ қой. Мына шақыраған шілдеде мысалға заказ берген соң котлованың суы таусылғаннан кейін 4-5 күннен кейін 5-6 күннен кейін желіп жатады. Жүгіріп әркімнен су сұрап жатқан дейтін сарайсың амал жоқ енді. Өзің содан шауданға сабат біреу балдар сөйлейді, бүйтіп көлігі барлар бүйтіп алып келіп сөйтіп күнелтеді да мысалға. Өткенде сондай жағдай болды. Мына 2 машина жүріп тұрған, машиндер ескі болған түгел. Ескі машиндер, олар тозығы жеткен машиндерді былай қарағанда енді. Оның жаңалап тұрған ешкім жоқ. Қайдан білейін, кезінде алды мысалға жаңағы қатырамыз деп. Қатқан ештеңе жоқ. Бұзылып қалғанда оны оңдайтын адамы да жоқ па сондай, білмеймін, түсінбеймін бұларға. Бұлар ауылы шаршаған, тіпті айта енді оған тіпті кез болған, ешкім ештеңе демей соңғы уақытта боқ баласын шығарып отыр ғой. Қазір ақсақалдардан ешкім жоқ. Енді ақсақалдардың сапатын мен болып келіп тұрмын да, мен де мысалы бөлек ақсақалдардан емеспін мысалы енді. Оған әлі ақсақалдыққа жете қойған жоқпыз. Енді шаруаға жаңағы қазақ дейтін шаруаға тәуелді болғаннан кейін біз мысалға өткенде жер жаман болды. Сонда бір котловандарға, тониктерге қойып айтып бүйтіп жылқыларымыз аман алып қалдық. Ал кейбіреулер қырып алды мысалға. Ал сол енді суды қазір мысалға сол уақытта мына Саят деген бала ол беріп тұрды суды бізге жақсы қылып. Водовозбен бошкамен әнемен айтып бүйтіп дала шөбі бар жерге қойып малды сөйтіп реттеп балдарын еді. Ал біреулер ауылға айдап келіп жемдеп жатты, айтып жатты, бүйтіп жатты, өлтіріп жатты. Ал мысалға мен сол уақытта суды берді. Енді мен шөбі бар жерге ұстап аман есен мысалға жанға жарым шығын болмаса былай ұстап шықтық. Енді қазір сол малдың шығын аппарат себебі енді маған өткенде айтады. Мен келдім бір малды реттейік, мына жерге кішкене бір қырға көшеміз ғой. Қырға көшу үшін енді даладан малды жинай алмайсың ғой. Бір тегістікке жинайық шөбі бар жерге. Сосын бір 10 шақты күн суарып, сосын айдап кетейік деп келсек мына жерге суды алмайсың, алатын болсаң 2 есе ақша төле деп сөйтеді. Мен айтамын, мен алып сатар емеспін ғой мен водовоз өзімнен, шопыр өзімнен. Бәрі өзімнен ғой. Ана 720 теңге демей содан бермейсің ба? Сен маған 2-3 есе неңді айтпа. Есің жауап болмайды. Сонымен қойдық. Одан да маған айтатын мысалға жаңа 720 мен қанша судың негізгі басы. Соған енді мына водовоздар құятын басы мысалға 1500 теңге ме? Сол 1500 теңге кел. Емесе одан бәлен шегер. Сосын әңгіме айтады. Сосын біз торық болып шетпеден барып жаңа насос алып келіп, мына жерде бір ағып жатқан бір жер асты жаңағы бір дренаж бар. Содан әжір шылап бірдеме қылып сөйтіп өмір сүріп қырға айдап кеттік малды. Ал мен тегін судан су тұр,
ақшасын беріп тұрмыз. Шопыр өзімен болғаннан кейін жерде бермей ме сол 7-20 теңгесіне, я 8 теңгесіне. Оны екі еселемей ақ. Мен қожалықпын ғой, қожалыққа көмектескені ғой мысалға. Осындай жігіттердің бәрі осындайлар көп мысалға. Мысалы, оның бәрі дейтін қарап отырсаң бір әңгіме сияқты былай қарағанда. Арзақ әңгіме сияқты. Сондайда осы сондықтан жаңағы әлгі свет мәселесі көшелерде де свет те жоқ осы. Мына жаққа барсаң қас-қараңғы жүре алмайсың. Ал жолда жаңағыдай 3 рет қазып отыр деп отырмын ғой. Енді адамдар қорқады да қазір, 3-ші рет қазып отыр. Енді осы әлі су бола ма, оған нанып отқан жоқ та қазір. Әлі уже қиын жағдай сияқты бізге дегенде бір қоян табақтың түбәліс болып кетіп отыр да. Сол мәселелер ғой жігіттердің, басқа ғой анау мынау әлгі біреуді жаманаттайын деген емес. Бірақ енді халыққа керек заттарды өздері сұрайды. Біздің ауыл артта қалып отыр да. Басқа ауылда қарасаң манағы айтқан ғой, бәрі суға үйіне шлангісіз заты келіп тұр. Қортай ағашын қуратып отқан жоқ. Қортай несін бәрін табанына суын құйып айтып өмір сүріп отыр. Ал біздерде білмейміз. Тауымыздың астында су көп. Астында жерде су көп. Су бар міне. Бірақ енді соны жеткізе алмай отыр ғой. Жеткізгенде де қымбат айтады. Қымбатшылық та судың өзі. Өзімізден жоқ. Кезінде осы мынандай мекемелерге беріп жібергенде, оны қалай беріп жібергенін белгісіз да. Мысалы, қайыр болу керек сияқты, бізге қайтып беру керек сияқты өзімізге осы судың несін. Өз мына ауылға беру керек өзінің қарамағына. Сондай мәселелер көп та.